Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге картофельный пирог рецептін бөлісетін боламын. Өте қарапайым рецепт және тез дайын болады. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм айран, 100 грамм маргарин және 300-350 граммдай ұн ғана қажет. Маргарин немесе сары май пайдалансаңыздар болады. Жылы болу керек, бөлме температурасындағыдай. Жұмсақ болу керек. Тұз салуды ұмытпаңыздар. Жұмсақ, эластичный қамыр дайын болды. Енді оны демалуға 15 минутқа қойып қоямыз. Және сол аралықта біз начинканы жасаймыз. Начинкаға 2 немесе 3 картоп және 1 пияз керек болады. Егер де сіз пиязды жақсы көретін болсаңыз, 2 пияз қоссаңыз болады. Барлығын көбіктеп майдалап турап аламыз. Сосын тұзын бұрышын салып араластырамыз. Болды, басқа ештеңенің қажеті жоқ. Бір шай қасық тұз және жартыдан да аз қасықтың ұшымен қара бұрыш қосыңыздар. Және сұйық май бір 2 ас қасықтай қосып жүрсеңіздер, начинканың дәмі әдемі болып шығады. Жақсылап араластырып алыңыздар. Начинка дайын. Енді қамырымызды алып 2 бөлікке бөлеміз. Бірін кіші, бірін үлкен етіп. Үлкен жағын астына төсейтін боламыз. Қамырыңыз жұмсақ болса, қолмен жаюға да болады. Қаттырақ болса, мен бұл жол ұнды көбірек салған сияқтымын. Сол үшін оқтаумен жаямын. Бортикті міндетті түрде жасаңыздар. Екінші бөлігінде жайып дайындап қойыңыздар. Қамырымыздың бетіне начинканы салып, бір тегіс етіп қоямыз.
қамырда осындай ашық жерлер болу керек, ол пар шығып тұру үшін. Және ортасынан да осылай кесіп қойыңыздар. Қызып тұрған духовкада 30-35 минут пісіреміз. Міне біздің пирогымыз дайын. Дәмі өте жақсы болып шықты. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Меруерт, сау болыңыздар.